Достар, барлықтарыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Гүлсезім. Бүгін мен сіздерге пирогтың алмалы бәлішін көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен таза және құрғақ ыдысымызға ерітілген майымызды құйып, 3 жұмыртқамызды жарып, 1 келкі шанышқымен араластырамыз. Және үстіне қантымызды салып, барлығын тездетіп шанышқымен араластырып шығамыз. Немесе миксер болса, миксермен де араластыруға болады. Аппақ болып көпіргенше араластырамыз. Және үстіне ұнды, разрыхительді және соданы өлшеп саламыз. Мен өлшемдердің барлығын описаниенің астына жазамын. Мінекей ұнды салып, електен өткізіп, шанышқымен араластырамыз. Содан кейін қолымызбен барлығын жинап, қолымызбен илейміз. Бізде өте жұмсақ қамыр болып шығу керек. Бұны жасағанда өздеріңіз көресіздер, қамыр өте жұмсақ болып шығады. Мінекей осылай қолымызбен жинағаннан кейін оны целлофанға алып, холодильникке салмасы дайын болғанша 5-10 минуттай сала тұрамыз. Енді салмасын әзірлейміз. Ол үшін бізге ашылған 2-3 дана алма керек, және үлкен алма болғаны жақсы, өйткені жұмсақ болады. Барлығын осылай видеода көрсетілгендей турап шығамыз. Енді 3 жұмыртқамызға қантымызды араластырып, шанышқымызбен көпіртіп шығамыз осындай етіп. Және үстіне алмамызды саламыз. Енді формамызды дайындаймыз. Сіздерде дайын форма болса дайынға салуға болады, немесе форма болмаған жағдайда осылай табаныңызға пергаментті төсеп, үстіне кальцияны қойып, жаңа холодильниктен алған тестімізді оқтаудың көмегімен жайып, сосын осылай оқтаудың көмегімен жайдым, өйткені ол 1 келкі тегіс болып шығады. Мінекей осылай дүзеп аламыз барлығын. Енді салмамызды саламыз. Енді дайын салмамызды салып, осылай бетін тегістеп жіберіп, 180 градуста 25-30 минут пісіреміз. Мінекей біздің пирогымыз дайын. Енді осының жан-жағын пышақтың көмегімен алып, табамыздан түсіреміз. Үстіне қант ұнтағын себеміз. Пирогымыз дайын болды, өте дәмді болып шықты. Сондықтан жасап көріңіз және каналға тіркелуді ұмытпаңыз.